Балалар, менің қолымдағы текшеге назар аударайық. Бұнда әртүрлі суреттер белгіленген. Балалар, осы суреттерді біздер әңгімелесек, қазіргі көктем мезгілі шығады. Балалар, бұл суретте не белгіленген? Құстар жылы жаққа оралады. Ал балалар жылы киім киеді. Сосын ауа райы күшті болады. Не болады ауа райы? Найзағай болады. Найзағай жиі жарқылдайды. Кемпір қосақ болады, жаңбыр болады, күн болады. Балалар, бізге ақылды жапалақ қонаққа келген екен. Қараңдаршы балалар, ол бізге көптеген тапсырмалар әзірлеген. Қане балалар, бәріміз амандасайықшы. Сәлеметсіздер ме достар? Сендердің білімдеріңді, қабілеттеріңді, тапқырлықтарыңды байқағым келеді. Көптеген тапсырмаларым бар. Орындауға дайынсыңдар ма? Өзі доға, бірақ көпір емес. Түсті, бірақ қарындас емес. Жаңбырдан кейін шығады, бірақ жаңарай қолы емес. Қосы есті, бірақ атыр емес. Түсті, бірақ кемпір қосақ емес. Аналарда сыйлаймыз, бірақ ашық емес. Ол не? Жарайсыңдар балалар, ақылды жапалақ бізге көңілі толып отырған сияқты. Енді одан әрі риза болу үшін біздер оған көктем сәні ертегісін сахналап береміз бе? Таң атты. Барлық жан-жануарлар ұйқыдан оянды. Қартайғандығы ме? Аң патшасы арыстан кешеуілдеп тұрды. Керілді, созылды, айналаға көз салды. Дала жайнап тұр екен, көңілденіп сала берді. Жан салсын, аң біткеннің бәрі жиналсын. Арыстанның бағына аңдар толып кетті. Жиналған аңдарға Бәріне бір сұрақтан қоям, көктемнің сәні неде? Көңіл тақсы білмес па көктемнің сәні? Өзімге пайдасы болмаса да, мына онда сән деп тұрады. Құшиыз тақсы. Көктемнің сәні құшиыз. Өзі көзі көрінбесе де, естіп тұрмай. Рақаттанмасын, демаласын. Жылы тақсақ жылы мейірім бар жерде тыныштық болады, әлемді мейірімділік қарады. Мөрді су тақсын, су өмірді металлдың қайдасын. Су барлық кезінде суға шығады. Көктемнің сәні ашық аспан. Жер бетінде ешқандай соғыс болмаса, сол ғой көктемнің сәні. Көктемнің сәні күлкі, күлкіден жұмсақ өте пайдалы. аңдар айтып біттік дегендей үнсіз тұрып қалды. Үнсіз тұрған елікке Сен неге үндемей тұрсың? Тақсыр маған айтатын ештеңе қалмады. Бірақ менің ойымша осының бәрін қосқанда көктемнің сәні шығады деп ойлаймын. бұны естіген арыстан да, аңдар да риза болды.
Балалар, біраз шашып қалған сияқтымыз. Қане, бой сергітіп аламыз ба? Мен сендерге қазір жұмбақ жасырамын. Жұмбақтың шешімін тапқан бала кейіпкерлердің маскасын киіп, сол кейіпкердің қимылын жасайтын боламыз. Келістік па? Кешке қарай қор айтады, дауыстарын зор айтады. Өзі айналатын, өзі қу, жүрген жері айқай шу. Орманнан, жалпақ даладан бақ іздеп бір аң жортады. Иә, болса балалар. Қолымызды шапалақтаймыз. Ал егер жоқ болса, орнымыздан тұрамыз. Келістік па? Иә! Аң патшасы арыстан. Орманда саңырауқұлақ өседі. Қоян өте қорқаған. Балалар, бүгінгі оқу әрекетіміз сіздерге ұнады ма? Иә! Әне ендеше отшашуымызды жақындайықшы. Ал көңіл күйіміз? Жарайсыңдар. Қане ендеше аяқтайық.